Сәлеметсіз бе? 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізіліп өз жұмысын жүргізуде. Жиі қойылатын сұрақтардың бірі бірыңғай жиынтық төлемді қалай төлеуге болады. Өзі жұмыспен қамтушы азаматтар бірыңғай жиынтық төлемнің төлеушілері болып есептеледі. Бірыңғай жиынтық төлемнің ай сайынғы мөлшері қала тұрғындары үшін 1 айлық есептік көрсеткіш, яғни 2917 теңгені құрайды. Ал ауыл тұрғындары үшін 1458 теңгені құрайды. Бірыңғай жиынтық төлемді Қазақстанның кез келген банк кассаларынан, олардың мобильді қосымшалар арқылы, сондай-ақ Қазпошта бөлімшелерінде төлеуге болады. Ол үшін өзінің жеке куәлігін көрсетіп, 183-ші төлем тағайындау кодын бойынша төлем жүргізу қажет. Бірыңғай жиынтық төлемнің сомасы 10% жеке табыс салығы, 20% әлеуметтік аударымдар, 30% міндетті зейнетақы жарнасы және 40% міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру аударымынан құралады.